Бұл Қарағанды медицина... Айта берейін ба? Жаңағы... Сәлем, сіздермен бірге Казмед. Бұл Қарағанды медицина университеті, және де біз бүгін универге обзор жасайтын боламыз. Бұл біздің университетіміздің ең басты, яғни главный корпусы. Бұл жақтан негізінен мұғалімдер және де қызметкерлер кіретін болғандықтан, біз өзіміздің басқа локациямызға ауысамыз. Ендеше кеттік. Біздің екінші локациямыз главный корпусының жанында, яғни екінші біздің студенттерге арналған есік, және де оның ішкі жағын бірге тамашалайық. Бұл жер бізде студенттерге қызмет көрсету орталығы болып табылады. Сонымен қатар сабақтан тыс уақытта осы жерге келіп, демалып, кітап оқуға болады. Бізде негізі екі түрлі асхана бар. Бұл жерде екінші этажда орналасқан асхана. Ендеше соған барайық. Бұл жерде бізде биохимия кафедрасы. Бұл жерде бүгін сабақ жоқ, сол себепті бізге рұқсат етілмеген кіруге. Кабинетке кіру үшін мұғалімнің немесе лаборанттың міндетті түрде рұқсатын алу керек. Сонымен қатар форма, аяқ киім, қалпақ барлығы жинақы болу керек. Студенттердің қалыпты жағдайда оқитын, демалатын, бір-бірімен сөйлесетін орынға келейік. Бұл жерде бізде компьютерлік сыныптар мен актовый залды көруге болады. Негізінен компьютерлік сыныптарда біз сессияны тапсырамыз, және де басқа емтихандарды осы жерде келіп тапсыратын боламыз. Негізінен бұл жерде сіздерге ішін көрсеткіміз келген, бірақ бізде емтихан уақытысы болмағандықтан ешқандай да мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан да алдағы уақытта бізден тағы видеолар күтіңіздер. Қарай жүретін болсақ, міне мына үлкен есікте бізде актовый зал орналасқан. Қазір ашық болса, біз сіздерге міндетті түрде көрсетеміз. Жабық екен. Енді жарайды, басқа да іс-шараларды сіздер біздің YouTube каналымызда бар видеолардан біздің актовый залымызды көре аласыздар. Бұл негізінен бізде екінші қабат болып табылады, ал үшінші және төртінші қабаттарда бізде негізінен лекциялық залдар мен оқу аудиториялары орналасқан. Ал бірінші қабатта бізде кітапхана және де деканат бар. Осы есіктің ар жағында бізде кітапхана орналасқан, сондықтан барынша тыныш болайық. Жүріңіздер. Біздің кітапхана жаңа компьютерлермен және де жаңа оқулықтармен жабдықталған. Қазір ар жақта студенттер оқып жатыр, жұмыстарын жасап жатыр, сондықтан мен ақырын сөйлеп тұрмын. Сіздерге қарасаңыздар болады.
осы жер біздің бас асханамыз, осы жерден келіп біз тамақтанамыз. Сонда тағы да екінші бөлме бар. Бұл жерде өзіңізбен бірге тамақты алып келіп, микроволновкаға жылытып, осы жерде тамақтануыңызға болады. Достар, осымен біздің обзорымыз бітті. Ендеше бізден тағы да келесі видеоларды күтіңіздер. Біз басқа да корпустарды ерекше және де түсінікті етіп сіздерге видеоларын салатын боламыз. Сау болыңыздар, сіздермен болған Казмет.